Армысыздар. Адам баласының шын бет бейнесін көргің келсе, оған билік бер немесе мол ақша бер дейді екен. Негізінде билік те ақша да адамды өзгертпейді. Олар бар болғаны адамның шынайы бейнесін ашады. Патша Құдайдың жер бетіндегі көлеңкесі орынбасар деп жатамыз. Әлемдегі мемлекеттер үлкен саяси ойын алаңы. Үнемі тартыс, даму немесе құрдымға кету. Ал оның барлығы бірден-бір басшыға тікелей байланысты екен. Ендеше әлем тарихындағы басшылар жайлы, әсіресе қазіргі замандағы президенттер мен премьерлер жайлы, дәлірек айтқанда диктаторлар жайлы тәуелсіз сараптамамызды қабыл алыңыздар. Диктатор Ким Чен Ын. Соңғы кезде әлемдік ақпарат көздерінен ол жайлы суыт хабар немесе күмәнді ақпараттар желді есуде. Жабық Кореяның жас басшысының шын жағдайын біз де анық білмейміз. Алайда ол кім, билікке қалай келді, халыққа қазір не істеп жатыр, сол жайлы сіздермен бөлісейік. Алаштың астында күн сөнген шер сөнбейміз, енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Ұлықтау мен қолпаштауды, баскетболды және артиллериялық зеңбіректерді жаны сүйеді. Ол ақылды кейіпте өндіріс орындарын кәсіби түрде тексереді. Балалардың оқу құралдары дүкенін, супермаркеттерді де жіті қадағалайды. Ең бастысы полигонды бақылауда ұстайды. Ким Чен Ын, Солтүстік Корея диктаторлар әулетінің мұрагері. Әкесі мен атасы қалдырған елі мен ондағы өзгеше тыныштықты жақсы көреді. Ол Корей Халық Демократиялық Республикасының абыройына аса сақ. Сонымен қатар қарулы Арлекинаны тоқтатуға да еш асықпайды. Қайтыс болған әкесінің қаралы лимузинінің жанында кетіп бара жатып, ол алдағы саяси ойынды қай жерден қалай бастауды ойламаған шығар сірә. Қоштасу рәсіміндегі әке жақтастарының ерекше қимас сезімдерін есіне сақтайды. Әскери дайындықты жиі тексереді. Бір сөзбен айтқанда, ұлы Чучхенің жолын ұстанады. Ең жоғары билікті бар болғаны 28 жасында өз қолына алды. Бұл әлем тарихындағы ерекше саяси жағдай. 19 жасында президент болған Гаити тираны Жан-Клод Дювалерді есептемегенде әрине. Екінші жағынан Ким Чен Ын әкесінен гөрі әлде қайда бақытты, таққа ерте жетті. Өйткені әкесі Ким Чен Ыр ел президенттігіне тек 50-ден асқанда ғана қол жеткізген. Сонымен қатар Ким Чен Ын алдағы саяси жолда ұзақ тақтар ойыны күтіп тұрғанын, ол бәсекелестердің көзін бірінші болып өзі құртпаса, көп ұзамай өзі құритынын анық түсінді. Чучхе тағына Ким Чен Ирдің 3 ұлы үміткер болды. Тағдырдың сыйы, династияның барлық ережелеріне сәйкес мұрагерлік ұлдардың үлкені Ким Чен Намға тиесілі еді. Ол диктатордың тұңғышы және әкесі бір болғанымен аналары бөлек 2 бауырынан 10 жас үлкен болатын. Ким Чен Ыр де үлкен ұлын мұрагер ретінде көрді. Ол Мәскеу мен Женевада оқыды. Одан кейін КХДР киберқауіпсіздік бөлімінің бастығы болып тағайындалған еді. Алайда оның жарқын болашағын мына бір жағдай шорт кесті. Жапонияда Ким Чен Нам жалған құжаттармен қамауға алынды. Оның түбіне жеткен мажорлық өмірге деген шексіз құштарлығы еді. Диктатордың баласы өзіне тағылған айыптан Жапониядағы Диснейлендке көңіл көтеруге барғанмын. Себебі ондай қызық өз үйімде, тіпті біздің елде жоқ. Ал ойын сауықты ерекше жақсы көргенмін деп ақталады. Бірақ Жапон арнайы қызметкерлері бұған жауап ретінде жымиып қана күліп, даңқты Чучхенің баласы Токиоға бірінші рет келмегенін және мұнда Диснейлендке емес, ересектер клубтарына, казино мен жезөкшелерге жиі келіп көңіл көтергенін дәлелдеп береді. Осыдан кейін Токио мен Пхеньян арасында үлкен жанжал шықты. Әке тағына негізгі үміткер болып қалу мүмкіндігі көз алдынан бұл ұшты. Ким Чен Ир өз ұлын тек жоғарғы лауазымдардан ғана емес, сонымен бірге жалпы елден де қуып шықты. Патша мұрасы диктатордың 2 кіші ұлының қолына өтті. Жас мұрагерлер жақында ғана Швейцарияға оқуға түскен. Тақтың болашағы оларға бұрынғыдан да айқын әрі жақын көрінді. Батыстағы өмір салтын меңгерді. Шетелде олар бейнебір құрдастар сияқты еркін жүрді. Элиталық таңдаулы мектептерге бірге барды. Баскетболға,
және әйгілі Ван Дам түскен экшн фильмдерге ерекше әуес болды. Ким Чен Ир үлкен ұлы Ким Чен Намға құрған жоспарлары сәтсіз аяқталғаннан кейін енді кенже балаларды мұқият бақылады. Әрі әулеттің мұрагерін түпкілікті таңдауға ешқандай да асықпады. Бірде ол күзетшілер тобы ұйымдастырып баскетбол ойнаған жігіттерге қарап отырды. Ортаншы ұлы Ким Чен Чхол ойыннан кейін командасындағы ойыншыларды шақырып, әрқайсысына жеке алғысын білдірді. Ал Ким Чен Ин командасынан бөлек тұрды. Ол ойыншыларына жіберген қателіктерді, жалпы ойынды, допты кім лақтырғанын, кім қате пас бергенін ашуланып тұрып талдап жатты. Сол кезде Ким Чен Ир маған: "Анаған қараш, Ким Чен Иннің мінезі дәл маған ұқсайды екен. Сірә билікке сол ие болатын сияқты", деді. Ол өз тағына екі үміткердің үлкені өте бос, көңілшек деп есептеді. Сөйтіп, тек Ким Чен Ин қалды. Әрине, бірден-бір кемшілігі оның тым жас екендігі. Бұл туралы диктаторға әпкесі Ким Ген Хи жиі есіне салып отыратын. Себебі ол да елдегі билікке аса ықпалды адам болатын. Ал оның күйеуі Солтүстік Кореядағы Ким Чен Ирден кейінгі екінші адам еді. Көп жасаған, әрі аса тәжірибелі. Сондықтан жақында ғана Швейцариядағы оқудан дипломсыз қайтқан боқмұрын баладан гөрі таққа әлде қайда лайық деп есептейтін. Ким Чен Ин бұл тартысқа бірнеше рет қатысып, зұлым тәтесінен кек алу жоспарын ойлап ашуға мінді. Сосын бар ашуын баскетболдан алды. Мұрагердің қоңыр допқа деген қыңыр құштарлығы әкесін алаңдата бастаған. Ол ұлының денесін шынықтырып, баскетбол залында тәулік бойы жүргеніне наразы болды. Бірақ бұл қорқыныш көп ұзамай жойылды. Ұлы Чучхен мұрагерінің ресми таныстырылымы 2008 жылы Корей еңбек партиясының құрылғанының 60 жылдығына арналған үлкен шеру кезінде өтті. Оған 100 000 әскери жауынгер қатысты. Инсульттан кейін қатты әлсіреген Ким Чен Ир мінберге Ким Чен Инді алып келді. Осылайша халық та, партия да уақыт өте келе елде билікті кім алатынын анық түсінді. Содан кейін ұлы үнемі әкесімен бірге жүрді. Әскери жиындарға және пленарлық отырыстарға да бірге барды. Сессия залында оның өзінің жеке креслосы бар. Бұл тек қол соғып қана қоймай, армандауға да ыңғайлы орын еді. Кейде бейнетаспа кадрлерінен оның екі ағасына берілмеген таққа деген ерекше қызғанышынан, құштарлығынан әкесін тезірек жолға салмақ ниеті байқалатын. 2011 жылдың желтоқсанында әкесінің мавзолейінде соңғы көз жасын сығып тастап, Ким Чен Ин бар билікті қолына алып, өз саяси ойынын бастады. Билікке келісімен партиялық съезде ағасы Чан Сон Текті тұтқынға алды. Бұл кісі әлгінде ашуланып кек аламын деп өзіне уәде берген тәтесінің күйеуі. Елдегі Ким Чен Ирден кейінгі екінші адам, яғни әскери иерархиядағы ең маңызды тұлғалардың бірі болатын. Содан кейін тағы бірнеше генералдың бастары шабылды. Кіші Ким өзінің айналасына жақтастарын қою үшін әкесі үлкен Кимнің адамдарын түгелімен орнынан алып тастады. Ата-анасының үзеңгілес жолдастары жас билеушіге шексіз адалдықпен ант беруге мәжбүр болды. Немесе лагерлер мен түрмелердің тікенді сындарына қарамастан із-түссіз жоғалып кететін болды. Оларда екі ақ таңдау. Бір беткей әрі қатал диктатордың беделінің одан әрі артуына Оңтүстік Кореяның пропагандасы көп көмектесті. Сеул Ким Чен Ин өзіне қарсы келген адамдарды аш иттерге лақтырып жібереді, немесе өз қолымен зеңбірекке салып атып тастайды деген сияқты жаңа басшының жаппай жазалау туралы сыбыстарды ақпарат құралдарында жарыса жазып жатты. Жағдайды одан әрі ушықтырмау үшін КХДР-дің жаңа қожайыны бірнеше саяси емес жарлықтар шығарды. Олардың бірі шаш үлгісіне қатысты. Жалпыға ортақ шартты түрде міндетті әйелдерге арналған 18, ал ерлерге арналған 10 шаш үлгісін көрсетті. Жас Чучхеннің өзі атасы Ким Ир Сеннің шаш үлгісімен жымиып жүретін. Шаш үлгісі және агрессивті жаңаша саясат үшін Ким Чен Инді әкесіне мүлдем ұқсайтын Чучхеннің басты бейнесі деп атады. Ол көлік ретінде пойыздардан бас тартты және елде автокортежбен, тіпті мемлекеттік ұшақпен де серуенге жиі шығып тұратын. Ол бірде жаңа салынған ықшам ауданға келіп, қарапайым кәрістерге қонақ болып, жамбастап отырып әңгіме айтты. Ал енді бірде арнайы шақыртумен әйелдер батальонына барып, протокол үшін суретке де түсті. Ал мұндай тәуекелді Ким Чен Ирдан күту мүмкін емес еді.
Ким Чен Ын шамасы келгенше әкесінен ерекшеленіп, яғни қарапайым халыққа әлдеқайда ашық, жақын екенін көрсеткісі келеді. Осылайша табынушылар мен билік басындағы өз жақтастарының есінде ерекше жағымды кейіпті қалуға тырысады. Себебі жаңа дәуірдегі диктатураның өмір сүруіне кепілдік беретін де, әрі қорғайтын да осы өз адамдары мен табынушы халық емес пе. Бірақ Ким Чен Ынды жымиған, ерекше шаш үлгісіне қарап аңғал деп ойламаңыз. Оның жымиған бет пердесінің артында қатыгез және кекшіл тұлға жатыр. Ол үшін өзгелерге өлім жазасына үкім шығару қол шапалақтаудан да оңай нәрсе. Оның бұйрығымен елден қуылған үлкен ағасына іздеу жарияланды. Ал Ким Чен Нам жер аударылса да Қытай елінде шалқыған ханзадалық өмірін жалғастыра берді. Ол әкесі жіберген ақшаны покер мен қыздарға әдеттегідей көңіл көтеруге жұмсайды. Алайда өзіне қауіпті болса да, ол биліктің Ким Чен Ынға берілуін жиі сынап, әрі биліктегі бауырының алғашқы шешімдеріне де көңілі толмайтынын ашық айтады. Ал Сеул оны ККДР президенті ретінде көргісі келетінін айтса, Ким Чен Намның өзі алдағы уақытта билікке келуіне де қарсы емес екенін мәлімдейді. 2017 жылдың ақпан айында емін-еркін жүрген Ким Чен Намның артынан белгісіз әйел жүгіріп келіп, у жағылған шүперекпен аузы мұрнын басып тұншықтырып үлгереді. Бірнеше минуттық азап пен уланудан кейін Солтүстік Кореяның билеушісі болуы әбден мүмкін Ким Чен Ирдің тұңғыш мұрагері о дүниеге аттанды. Кісі өлтірушілер тез анықталды. Олар Кенияның агенттері болып шықты. Осылайша Ким Чен Ынға ағасын өлтірген деген тағы бір атақ қосылды. Бұл америкалық студент Отто Уормберг. 2016 жылы наурызда қонақүйлердің бірінде Чучхе патриоттық постерін жыртып тастаған үшін 15 жылға ауыр жұмысқа тартылды. Бұл менің өмірімдегі ең үлкен қателік. Мен өте үлкен ақмақтық жасадым. КХДР халқын қатты ренжіттім. Өтінемін, мені өлтірмеңіздерші. Отто Солтүстік Корея түрмесінде 1 жыл жатты. Ол зорға дегенде батулизмге қол жеткізеді. Десе де 2017 жылдың жазында америкалықтарда Уормбергді комада жатқан қалпында тапсырды. Отто ақшқа жетсе де есін жимастан қайтыс болды. Тіпті Чучхенің американдық жалғыз досы баскетболист Денис Родман да оған араша бола алмады. Ким Чен Иннің пір тұтқан мақтанышы NBA-дің бұрынғы жұлдызы екен. Қара нәсілді алпауытты құшақтап, Ким Чен Ын өзінің балалық шағындағы арманын қолына ұстап айырылғысы келмей ерекше толқыды. Солтүстік Кореялық жаңа досының туған күнінде ол өзіне Ким Ир Сеннің кигені сияқты арнайы формаға тапсырыс берді. Арақ әкелді, әрі диктатордың көз алдында баскетбол ойынымен оның естен кетпес ләззатқа бөледі. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you. Родман үйіне қайтса да, Ким Чен Ын көңіл көтерудің басқа түрлерімен айналыса берді. Табынушылардың өзін жақыннан көргеніне қуанып, көздеріне ағыл-тегіл жас алғанын көргенде, ол өзін бақыттың 7 қат аспанында жүргендей сезінеді. Әуелі әскери парадтардың сценарийін ұйымдастырады. ақш-тың туын табанға таптауды Вашингтонға көрсеткен айбат сезінеді. Десе де, америкалық попкорнды, америкалық ойындарды қатты ұнатады. Әкесі мен атасынан айырмашылығы өзін ел ішінде ғана шектемейді, тіпті шетелде де ақша жасай алады. Валюта алу үшін Ким Чен Ын бүкіл әлемнің әр тарабына құл мигранттар бригадасын жібереді. Яғни, мемлекеттер арасында кәдімгідей келісімшарт жасалады. Жұмысты мигрант корейлер жасайды, ал ақша Пхеньянға кетеді. Бірақ жұмысшы корейлер үшін мұндай қызмет жасау шетелдегі еңбек лагерлері сияқты. Олар Ресейге келіп Сібірде ағаш кеседі. Ең ауыр жұмыс Зенит аренаның құрылысына қызмет жасайды. Тіпті Солтүстік Корея мүсіншілері Африкада ескерткіштер тұрғызады. Олар Монғолияда қара жұмысшы және тігінші болып жұмыс істейді. Сонымен қатар бұл аз десеңіз, Макаодағы контрабандашылардан Кимнің шотына үнемі доллар түсуде. Заңсыз қару сатушылардан, есірткі айналымы және минералды шикізат ресурстарын игеруден тағысын тағы. Оның жеке шотында 5 миллиард доллар жатыр. Ал бұл ақша ядролық қаруы бар елдің мәңгілік билеушісі лауазымына жақсы бонус екеніне сіз де келісетін шығарсыз.
Ардақты ағайын, бейне талдауымыз ұнаған болса, лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді жазыңыз. Егер тағы да осындай сапалы сараптамаларды көріңіз келсе, арнамызға міндетті түрде жазылып, достарыңызға тарата жүріңіз. Бұл біздің дамуымызға, сіздердің дамуларыңызға бірден бір үлесін тигізеді. Келесі кездескенше.